Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге мен Ақниет Нұрланұлы. Бүгін біз осыдан 2 ай бұрын түсірілген видео, яғни 30 күндік трансформация видеосының жалғасын түсіріп жатырмыз. Ал достар, бонусымызға да келіп жеттік. Бұндағы бонус ол 30 күн бойы масса жинау, яғни 1 ай бойы тоқтамай күніне 5-6 мезгіл тамақтанып және күрделі қалыпты жаттығу жасайтын боламыз. Яғни бұл видео осыдан 2 ай алдын түсірілген. Бұл видео негізі 1 айдан кейін, яғни 30 күннен кейін түсірілу керек болатын. Белгілі бір себептерге байланысты менде тренировка тоқтатылды. Дәлірек айтсақ, бізде Тараз қаласында ауа райы өте салқын болды, суық болды. Сондықтан мендегі бар жаттығу жасайтын құралдар барлық условия далада болған соң мендегі тренировка біршама тоқтап қалды. Яғни 1 ай бойында тренировка жасамадым десем де болады. Үйде жасап тұрдым анда-санда отжимания, бірақ ол қалыпты түрде, яғни тұрақты жасамағаннан кейін оның нәтижесін де бере қоймайды. Содан кейін мен осы айдың, яғни алдыңғы айдың 8-10-ына мен тренировканы конкретно бастадым, тамақтану барлығын туралап және тренировканы бастадым. Яғни содан бері қарай 29 күн өтті. Бүгін 9-ы, ертең 30-шы күн, яғни 1 ай толады. Мен бұл айда 3 кг 400 грамм салмақ қостым. Алдын мендегі салмақ таза 75 кг етін, тренировканы бастамай тұрғандағы салмағым. Ал енді қазір фотодан менің трансформациямды көріңіздер. Бұл болса қазіргі денені көрсетейін және 1 айдан кейін дәл осы денені салыстыратын боламыз. Міне достар, Тараз көрейік. 78-де 600. Бұл жерде киімнің 300 грамм салмағын алып тастаймыз. Достар, осымен менің видеом өз соңына жетті. Егер де видео ұнаса, арнаға жазылып, лайк басып, достарыңызбен бөлісулеріңізді сұраймын. Және де достар, бірінші комментарийда менің Instagram парақшам тұр. Сол жерде сілтеме бойынша өтіп, Instagram парақшама да жазуларыңызды сұраймын. Және де сол жерге өздеріңіздің сұрақтарыңызға толықтай жауап ала аласыздар. Олай болса достар, видео ұнады деген ойдамын. Сау болыңыздар, келесі видеода кездескенше.